Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Отбасының жылуы деп аталатын сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда сон іледі деген ата-бабаларымыз балаларына ең алдымен отбасы өнегесін үйреткен. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі Лев Толстойдың «Үйінде бақытты адам, әлемде бақытты адам» деген нақыл сөзімен жалғастырамыз. Дәйек сөздің мағынасын қалай түсіндіңіздер? Бақытты адам деп қандай адамды айта аламыз? Осы дәйек сөзден қандай ой түйдіңіздер? Осы сабақты әрі қарай тереңірек түсіну үшін сіздерге мұғалім сыйын алып келдім. Отбасы татулығы. Баяғыда бір үлкен отбасы өмір сүріпті. Отбасындағы адамдар саны өте көп екен. Бір қауым ел болып бірге тұрыпты. Ол отбасы ерекше екен. Отбасының өзара келісімде, татулықта өмір сүруі елді таң қалдырады. Оларда ұрыс-керіс, дау-жанжал деген атымен болмайды екен. Бұл отбасы жайлы патшаның құлағына да жетеді. Патша естігеннің ақ-қарасын анықтау үшін ауылға келеді. Ауылда тап-таза, барлығы да жеткілікті, тыныштық пен береке қонған. Патшаның көңілі толып, ерекше бір шаттыққа бөленеді. Сыйластығы жарасқан бақытты отбасында қариялардың орны төрде, уайым қайғысыз, балалары бақытты, мәз мейрам екен. Бұған патша таң-тамаша болады. Отбасының қалайша бақытты, тату-тәтті өмір сүруінің мәнісін білгісі келеді. Ол ауыл ақсақалына келіп, отбасындағы татулық пен бірлікке қалай жеткендерін айтуын өтінеді. Сонда қарт үнсіз ғана 100 рет сүйіспеншілік, 100 рет кешірімділік, 100 рет бірлік деп қағазға мұқият жазып шығады. 3 сөзді оқыған патша таң қалып, «Осақ па?» «Я», деді ақсақал. «Бірлігі мол отбасылар тек осы қасиеттерден құрылады», деді. Сәл ойланып, және шыдамдылық дегенді де қосып қойды. Иә, балалар, енді мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейік. Отбасы татулығы үшін қандай қасиеттерді қажет деп санайсыздар? Патша 3 сөзді оқып, неге сонша таң қалды деп ойлайсыздар? Бүгінгі тақырып бойынша алған білімдеріңізді бекіту мақсатында сіздерді шығармашылық тапсырмаларды орындауға шақырамын. 3-ші тапсырма. Өздерің оқыған кітаптар, көрген фильмдерің бойынша ата-аналарыңның, туыстарыңның арасында берік байланыс орнатудағы жауапкершілік туралы эссе жазыңдар. 5-ші тапсырма. Ғабиден Мұстафиннің нақыл сөздерін оқып, отбасы мүшелерінің қандай дұрыс әрекет жасайтынын талдап, отбасылық құндылықтарды тауып, әңгімелеп бер. Анаң асыл қазынаң, әкең асқар тау. Бала әкеден ақыл, анадан мейірім алады. Бала өмірдің жалғасы, отбасының жеміс берер гүлі. Балаға сіңірген ата-ана еңбегін бала өмір бойы ақтап бола алмайды. Балаға деген махаббатқа ешбір махаббат теңдесе алмайды. Ол өле-өлгенше сусындайтын махаббат. Құрметті 6-шы сынып оқушылары, жоба бойынша мына тапсырмаларды орындаңыздар. Менің отбасым табиғат қорғаушысы атты отбасылық байқау өткізіңіздер. Байқаудың шартын отбасы мүшелеріңізбен бірге дайындаңыздар. Бүгінгі отбасының жылуы деп аталатын сабағымыз осымен аяқталды. Сабақта алған жақсы қасиеттерді жүрегімізге сақтап алайық. Қош, сау болыңыздар.